Barшаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Қаламқас каналыма қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Керемет таңғы асқа тағам жасаймын. Ол тағамдың аты шакшука дейді, яғни туристский тағам. Ең алдымен бізге қажет заттар: 3 жұмыртқа, пияз қажет, 2 қызанақ қажет, тәтті болгар бұрышы қажет, баклажан қажет, и көкшек укроп қажет болады. Дәміне қарай қара бұрыш, тұз қосамыз. Қуыру үшін бізге 100 мл май қажет. Ең алдымен көкөністерімізді турап аламыз. Осылай барлығын майдалап, 4 бұрышта турап шығамыз. Мінекей достар, барлық заттарымызды осылай майдалап турап алдық. Енді қызып тұрған табамызға ең алдымен пиязын салып қуырамыз. Қызып тұрған табамызға пиязын саламыз. Сосын үстіне баклажанымызды саламыз, жақсылап қуырамыз. Мінекей жақсылап қуырып алды баклажанның пиязымызды. Енді үстіне қалған көкөністердің барлығын салып қуырып аламыз. Жақсылап помидордың суы шыққанша қуырамыз. Мінекей жақсылап қызанағымыздың суы шыққанша қуырып алды. Енді үстіне жарты ақ қасық тұз саламыз. Қатымына қарай қара бұрыш саламыз. Және де паприка саламыз. Жақсылап араластырып, үстіне мен 3 жұмыртқа жарып саламын. Сіздер осы рецепті екі есе ұлғайтып көбірек жасай беруіңізге болады. 3 жұмыртқаны үстіне жақсылап салып шығамыз. Енді отымыздың астын орташа қабылымыз. Мінекей достар, шакшукамыз дайын болды. Өте керемет шықты. Мен бетін осылай укроппен әсемдеп қойдым. Сіздерге жасауға кеңес берер едім. Таңғы асқа таптырмас керемет тойымды тамақ. Сіздермен Қаламқас. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Себебі менде күнделікті жаңа рецепт шығады. Ал көрейік, өте дәмді шыққан шикли пісіресіздер осылай жұмыртқаны. Мінекей нанды батырып, өте дәмді тағам.